Assalamu alaikum, qadırman görüşçüler. Мен Сиркеч каналының қаталаушылары. 24 май 2022 жыл Жалал-Абад облысы Базарқорған Жоон айылына келдік. Бұл жерде сіздерге көрсетуші Нұрбек мырзаның дағы бір жаңа аты келіп қалыптыр. Ошылаттан сіздерге маалымат беріп көрсетеміз. Сондықтан бізбенен чоң болып тұрыңыздар. Каналда жаңа болғандар каналға аттаныңыздар, лайк басыңыздар, ұсыныштарды комментарийге жазсаңыздар болады. Емен бұл атыңыздан Нұрбек өзі маалымат беріп бізге таныштырады. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Қандай Нұрбек, денсаулықтар жақсы? Жақсы, Алла. Іштер бола табы? Тағы жаңа ат келіп қалыптыр. Елдерге құда қаласың. Аттың зорын тағы келді. Бұл аттан маалымат беріп айтайыншы. Қайсыл жақтың аты, жашы қаншада? Базарқорған ат ака. Ошол жердің аты. Улаттарында шауып жүрген ат. Аттың жашы 3 асы. 3 асы болып қалды. Бирок ака өзінің бойы 1.55, бирок арғандай жиында ортада жүрген ат. Аламан улақты. Мальчик деп ат қойған. Мальчик деген қайман аты менен. Жануар көрінішінде білініп тұрады. Құрчаттардың бірі екен. Денсаулықтары ішіп жегендері жақсы? Денсаулықтары бар жоғы жақсы. Айбыры жақсы. Севичкен жақсы. Үйірде дағы жүрді, аттың азыр ат арық. Емге бастағанда бір жұма олдық сөйді. Оға сен жебегі. Бойы 1.55 шамалайды, Оға 1.55. Бирок ака 1.55, бирок любой жиынға құлақ. Жиын таңдау айтады. Еңсеген көктеген жерге барады деп айтып жатады. Сондықтан сіздерге жаққан болса, ошол атты көрсеңіздер болады. Жана таза чынығы қырғыз жылқысы деген ушуларды, Өтө қарлы ат. Көрдіңіздер мына. Ордынан атырылғандар, өзін алып жүргендер өте жеңіл жүреткен. Жануар. Бұл атты шол 5-5-ке чауыл-чауа қылып чапса дағы өте жақшы аттан болғыдай. Бері қарат қойын, бір жақыннан бір көрелші. Қалықта баштарынан көрсетеді. Азуларын көргізің. Жануар тіштеніп тұрады екен ғой. Отағы жүру ат. Көкіректер дағы жақшы. Хамы түстігенді. Тақа тұрғандар қандай болды екен? Ака өлгіде жүру. Жош, Жас балам мініп алсаң шықпайды ака. Бір нас неме қылып қойсаң, соңадан мен көтеріп тұрады. Мингенде бирок башка, Bir nar qarat bastırıp qo'ysanglar, bir chatayaqdan ko'raylik. Qarasang aka. Chatayaqni ko'rsangizlar bo'ladi. Yaxshi, o'ta son. Bu bunday aqrin basa o'zi, negizi o'zini bassın men. Qanday baspaydi ha? Tizginni qo'yib berganda churqayın deb turadi ekan-da buni. Yo'q, basa aka. Mana shunday ekan. Ықшаматтардың бері екен. Bir uzatып қой берсек қандай болады? Чалып көрсек болады? Жақсы, атты қинабайын деп тұрады. Озы жұмшақ лебі бірақ? Озы қаттырақ ле. Озы біраз қаттырақ, айтайын, алыге. Ошырақ адам жөлі көтір көрді. Хады кел. Екем отырбаса, түшіп қалды даяғаттаны. Мынау шындай екен, урматтуу көрушілер. Егер кімге... Жануар бұнда болғанмен, гәлі таңдабайды ка. Кімген барады, кәне көзіне. Кімге мынау шындай ат издеп жатқан болсаңыздар, ушул ат жаққан болса, өзіңіздер жақындан келіп көріңіздер, атты мінеп көріңіздер. Ямақ санаш деген нәрсе жүрбейді. Жоқ. Өте жүргендері жақшы екен, мынау. Тарбиясы да жақшы болған екен. Бұл аттың басын оғалшы, басы қанша деп тұрасың? Басы, нака, азырқы сезонға лайықта өлі. $3,5 мың қойдың. Долларға $3,5 мың, Сүйлешілер болау? Жолына ғана түшіп берем, ака. Жолына біраз болады, Маңайын зор пұлға келді көт. Сезонға жетсе, ертең жайлон ұлағында сатып қойым. Любой ұлаға жоғы пұлда қаларса. Только астында істеп жүрген ақ, арқа парқа емес. Алды да өзі кереді, Яны шыққыдай барады.
Белинен көрсөтсө өтө белди да, жыгылыш эмне экенин билбейт. Казыктарды көргөзүң экен. Казыктары билинип турат. Аттын мындай жоондугунда сөз жок. Демек казыктары бүт баары таза көрүнөт, туяктары деле таза экен. Бош иш жок. Бир аз теленген жерлери бар экен, Улакта жүргөн. Улакта жүргөн ат. Токтуктар эми өтө толук экен. Мингенде негизи башкача ат экен. Эми өзүнүн тыныгы кыргызчылыклардан да экен. Таза кыргыз жылкылары. Өтө сон. Бири кое берсек жакшы болот эле. Мындай аттын чуркаганын көрбөсөк болбойт. Биздин көрүүчүлөрүбүз дагы кызгат болуш керек. Мындай атты чаап койбодуңар деп айткандар болсо, ошолорго дагы бир чаап көрсөтүп коелу албетте. Кеттик, ошол жерден кое беребиз. Өтө катты кой бул ат. Жакшы, чуркагандарында сөз жок мында. Айткандай эле токтотуу бир аз кыйынга тургудай кирип кетти го. Күтө туралы эми. Мына чыгып келип калды. Бул Нурбек мырза дагы аттын үстүндө жаштайынан жүрөм деп айтып калчу эле. Атты жакшы эле башкарып минет. Өтө сонне. Мындай атты колдон чыгарбай алыш керек. Мындай аттарды табыш да кыйын болуш керек деп айтып кетебиз. Нурбек, сенде дагы жакшы аттар чыгып жатат. Эми ошол аттардан баары эле сатылдыбы? Ооба, баары эле сатылып алыгы. Курчат чыгарып көрөң ашкат. Жана 5-5ке деген, Ооба. Ошо гана баасы келишпей турат. Калганы кетти баары. Эгер сурагандар болсо, сурагандар болсо, эми видеосун кошуп койсоңуз ама келсе болот, Немен берип пышты сатылып кетти. Пышты сатылып. Байшниязов өзү алды, Карагашка. Карагашка. Пышты чыккан, ошону Байшниязов алыптыр. Жакшы. Өз мурдакысында Кыргызстандыктар неме кылдырды да. Демек баары ошо өзүдө калды. Кыргызстандын ичине эле буйруп турган экен, Кыргызстанда калды. Берип кандырды, берди. Өтө сон. Муаттак ака. Өзүдө калса жакшы. Өзүдө мастер аттардан. Демек улакка чабам дегендер коркпой алса болот, Ооба, ака, пулу деле жөндү өзү. Ал базарда көрүп атасызбы? Кече Өзгөндүн базарында 1 миллион 50 миң сомго бей берилди. Базарды көрүп атасызбы? Көрдүк, жакшы. Бу иш баштырып, аты бар, заты бар аттарды. Базардан албай, ушул жакшы аттарды издеп таап. Базарда 1000ден 1 чыгат ат. Сынына карап эле алып чыгып эле сата бергенен болот да. Алар мандам ойлош керек. Туура. Жаңы ат алып аткандар ака өмүр бою ат албай турган болот да, бир начар ат ала турган болсо. Ошон үчүн жакшы аттарды алып сата бериш керек. Жакшы. Нурбек мырза өзүнүн кеңештерин айтып кетти десек да болот. Андыктан атты көрүп алыңыздар. Ким алса ыраазы болот, Ат өтө жоош. Өтө сонун ат. Ала минген адамдай рахат алат экен. Мокундан чаап да, чаап, улактарга чапкан болсо. Сиздерде да ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк, автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мисиркеч каналы биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.